платформа WordWall. Алдымен Google браузерге кіреміз, іздеу жолына WordWall деп жазамыз да бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Сайт ашылғаннан кейін өзімізге ыңғайлы болу үшін тілді таңдауға болады, яғни қажет тілде ауыстырып аламыз. Регистрация батырмасы шығады. Сол батырманы басып тіркелеміз. Тіркеліп болғаннан кейін сайттың главная страница бөліміне өтеміз. Енді мысал ретінде случайное колесо деген шаблонды таңдаймыз. Бұл әдіс арқылы оқушыларды топқа бөлуге өте ыңғайлы. Яғни создать занятие деген батырманы басамыз. Содан кейін ашылған жерде оқушылардың есімдерін енгіземіз. Барлығын жазып болған соң выполнено батырмасын басамыз. Сонда дайын нәтиже шығады. Колесо автомат түрде айналып оқушыларды топқа бөледі. Мұғалімге сабақ барысында қолдануға өте ыңғайлы. Тағы бір маңызды нәрсе, WordWall тек топқа бөлу үшін ғана емес, бұл жерде тест құрастыруға болады, сәйкестендіру тапсырмаларын жасауға болады, викторина жасауға болады, сөздерді орнына қою тапсырмаларын жасауға болады, карточкалармен жұмыс ұйымдастыруға болады, ойын форматында тапсырмалар жасауға болады. Яғни сабақты қызықты әрі интерактивті өткізуге көмектеседі. Қысқаша айтқанда, WordWall мұғалімге дайын шаблондар арқылы тапсырмаларды тез жасап, оқушылармен интерактивті жұмыс жүргізуге өте ыңғайлы платформа.